King Dala. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, армысыздар Алла жүртің арқылы азаматтары. Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар, аса қадірменді спорт сүйер қауым. Біздің подкастқа қош келдіңіздер, және де Кең Дала ТВ арнасына жазылыңыздар, лүпіл басыңыздар, және де өз комментарий пікірлеріңізді жазыңыздар, ол бізге өте маңызды болады. Және де бүгінгі менің әріптесімді таныстырып өтейін, журналист Ерзат Серғазин. Ассалаумағалейкум. Және де бүгінгі біздің студиямыздың қонағын таныстырайын сіздерге. Бұл Қазақстанның ММА ұлттық федерациясының президенті, Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген жаттықтырушы Сағындық Мехметұлы Мекеев мырза. Сәке, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Біріншіден біздің шақыруымызды қабылдап, осы уақыт бөліп, көңіл бөліп келгендеріңізге шын жүректен ризашылығымызды білдіреміз. Ең бірінші сұрақ, Сәке, сізге осы жақындағы ең бірінші іс-шарамыз жақын кездегі өткен, ол Ташкент қаласында өткен ММА-ден Азия біріншілігі. Сол біріншілігінде алда келе жатқан сентябрь айында, қыркүйек айында Японияда өтетін азиаттық ойындарына жолдамалар ойналды. Осы Ташкенттегі жекпе-жектерде біздің палуандар, Аллаға шүкір, 4 алтын медаль алып, жақсы өздерінің жекпе-жектер өнерін көрсетті. Осы туралы осыдан бастасақ Сәке. Рахмет Ереке шақыруыңызға, жігіттер. Қазіргі уақытта біздің енді өзіміздің үлкен қуанышымыз бар. Мына аралас жекпе-жек ММА дейміз ғой, тұңғыш рет Азия ойындарына кіріп жатыр. Бұл бізге өте қуанышты хабар. Бәрі ММА мына сообщество дейміз ғой, ММА сообществоға, Азияға. Тұңғыш рет. Енді бұл енді бастамасы деп ойымыз, бәрімізде алдағы уақытта, енді ойымыз алдағы уақытта Олимпиада семьясына кіру. Енді ММА осы айта кету керек, іріктеу жарысының екінші бөлімі бірінші осы қаңтар айында Китайда өтті. Ол жерден біз 71 килограмм салмақта уже Азия чемпионы анықтап, уже лицензия алған баламыз бар, Қадырбек Шымбаев, Ақтөбеден. Осы мына неде өткенде, Ташкентте біздер енді өзіміз 4 салмақ қой, Азия ойында өтетін 4 салмақтан біз 3 салмақта алу керекпіз өзімізге. Ыңғайлы дегенде 4 салмақ берді, 60 килограмм, 65 килограмм, то есть 60 килограмм рашгард дейміз ғой, 65 килограмм кимоносы бар, өзінің бір сондай киімдері. Сосын 71 килограмм рашгард и 77 килограмм кимономен. Сол кеше Ташкентте 77 килограммнан біздің баламыз чемпион болды. 77 и 65 килограмм. Сондықпен енді 60 килограммда жас баланы апардық. Енді үмітке салғанымыз баламыз салмақтық өзінің бір несі болды да, проблемалар болып. Ол жақ Қазақстанда жарақат алып, бір алмай қалды. Ерназ, білетін барсыз, Ерназ күресте жақсы еді. Бірақ сондықпен бізде уже выбор болған жоқ. Бір шешу керек болды. Қай салмақтан, 4 салмақтан 3-ін алып баруға. Сол мына Ташкентте осы шешілді. Сол шешіммен 65 килограмм Санжар Адилов, 77 килограмм, 71 килограмм и 77 килограмм. Сондықпен содан айта кету керек, қыздардың арасында 2 салмақтан 54 пен 60-тан бізге сол выбор болды да, сол 54 килограммда алады қазір. 54 килограммда қыз баламыз бар, сонымен осы 4 салмақ дейік. В общем, енді 3 салмақ ересектердің арасында, бір әйелдердің арасында. Енді жарыс жақсы өтті. Біз осы жарыстан мұнаға айтқандай өзімізге уже білеміз қандай бағыт қойды, алдағы уақытта не істейтінімізді. Қазірден бастап, мен қазір өзім осы 1-2 күннен кейін Вьетнамға кетіп жатырмын, Азия чемпионаты бар, UAE-ден. Соған барып келеміз, бұйыртса. Бірақ Қазақстан командасы, құрама командасы осы 4 баламыз, оған дополнительно екінші нөмірлері бар. Дайындап жатқан, енді спорт болғасын бәрі болады, жарақат алып қою мүмкін. Сондықтан біз алдағы уақыт алдада ойлау керекпіз ғой. Резервті де. Сонымен енді бірінші этапымыз Ақтөбеге қазір кетейін деп жатырмық. Бұйыртса 8-ші, 10-на дейін осы июньнен Ақтөбеден жиналамыз. Сол жерден сбор өтеміз. Еркін күш. Бір жақсы бізге ол жақта балдарымыз бар. Балдар көп, ол жақта бір жағынан. Ол жағынан
ол балдар да керек, еркін күштің балдары керек, күрестен, еркін күрестің балдары керек. Бізге оны да жігіттермен сөйлесеміз. Енді қазір мына келісім шарты болып жатыр. Мына база жөнінде қазір сол базаны қарап, как раз соның бәрін кімге Айбекке айтып қойғам, шок күтіп көрді. Жаңа сіздің алдыңызда сөйлестім телефонмен. Айбекке айтып қойғам, Айбекке соның бәрін қазір сөйлестіріп, Ақтөбемен келістіріп қойшы. Бір-екі күнде біз уже білетін болайық. Мына үйінің аяғына дейін 3 апта ғой, где-то сол Ақтөбеде боламыз. 3 апта. Ақтөбеден сбор біткеннен кейін біз ары қарай уже сояқтан Дагестанға аттанамыз. Күрес. Да, бірінші сборымыз кішкене Среднегорье дейді ғой. Бізге қазір Высокогорье керек жоқ, Среднегорьеға барамыз. Махачкалада енді өзім достарымыз көп, өзім досым бар. Марқұм Абдуманап Нұрмагомедовтың базасы бар, школа Абдуманапы. Уже мен келісіп қойдым Шамилдермен. Шамил Зауров қазанда как үлкен ретінде, аға ретінде ол сол жерде басшысы. Сол школ жақта. И жоғары жақта оларда база бар жақсы. Ол жақта көптеген спортшылар келеді, сол жерде дайындалып, бірінші, екінші этап сол жерде өтейін деп отырық. Ол енді как полугорный сборы, жүгіреміз, там нагрузка береміз. Жергілікті балдар, бапкерлер кешемен сөйлестім, поддержка де бар, Хабиб те айтты, сағындаға көмектесеміз өз жағынан. Олар даже мен білемін, что олар ертең мен келгені, олар келеді базаға. Ислам да келеді, кеше вот Исламмен сөйлестік по телефону, видео. Сондықтан балдар сол кезде болған кезде олар келеді көмектеседі өздерді. Біздерге енді қазір общая нагрузка бір ай осы мына июльдің аяғына дейін сол жоғары жақта боламыз да, сосын августта төменге түсеміз, ешқайда кетпейміз, сол жақта қаламыз. Уже ана спорт залында өзінің школа Абдуманапта. Сол жерден ол жақта біздің достарымыз бар, менің де тоже инчектерім бар, мықты греплері бар, әлем чемпиондары бар. Мен олармен де кеше сөйлескенмін, Курбанов пен Мұхаммед, мен олмен де сөйлестім, ол айтқан келісім бір аға, біз сізге любой кезде көмектесеміз, керек болсаңыз, ол мен залында берем деген. Сондықтан сол кетпестен мына тамыз айына дейін біз Махачкалада боламыз, Дагестанда. Алла берсе енді ойымдаймын, енді ешқандай басқа прогноз жоқ бізде. Сол жақтан уже елге оралып, енді ойым 1-2 күннің ішінде жиналып, манағыдай балдарға эпикеров беру керек. Қазақстан құрама командасының сол нюанстар бар ғой, манағы. Бәрін дайындаймын, оған дейін бизнесін дайындап қойып, сосын ойымыз мына қыркүйектің басында уже Японияға шығамыз. Қазір мен енді маған әлі келісім берген жоқ, Япония жігіттермен сөйлесіп жатыр. Барып дайындалып. Да, бізге где-то 15 күнде аз дегенде уақыт керек, акклиматизацияға баяғы. Или Япония, или Кореяда. Кореяда да балдар бар бізде, аралық жекпе-жектің балдары. UFC-де шығып жүрген, бұрын Найзада туристкен балдар бар, бапкерлері. Солармен ертең тағы да сөйлесем, қараймын қайсысы бізге жақын болады. Соған бір жағынан Корея, бір жағынан мұндай айтамыз ғой, различие жоқ екеуінің. Екеуі ұқсас, судың арасында сағаты да бөлінген ештеңе там ұшпасаң бір-біріне жақын, 1-2 сағатта сен уже Японияда боласың. Соны қазір қараймыз, может быть, Кореяда даже. Кореяда біздің жолдастарымыз, достарымыз көп, бір жағынан сосын мына айтамыз ғой, қазақтар, өзбектер ояқта да көп деген сияқты менталитет уже бізге үйреніп жатыр ояқ. Бұйыртса вот сондай ойымыз, сосын енді 18 енді ары қарай айтады, 18 ма нешесі біз уже Японияға келгеннен кейін сөйледен уже Алла бұйыртса осы балдарымыз, алып келген балдарымыз медальға. Сағындық аға, енді Ташкентте 4 алтын, 4 күміс, 3 қола, көңіліңіз толды ма сол нәтижеге? Шын айтсам бар ғой, жігіттер, мен көп жыл Қазақстан құрама командасының жарыстарға, көп жарыстарға апарып жүрмін, әлем чемпионаты, Азия чемпионаттарына. Мен балдарды биіктен көргім келеді, біздің ту көтерілу керек, гейм ойнау керек. Мен сондай максималистпін өзім. Перфекционист. Да, біз что даже жарыста барында бірінші олимпиада, ту олимпиада, бұйырсын олимпиада бізге. Бұйырсын. Әлем чемпионаттарында бірінші кезде орын аласың, ұша аласың, сол кезде енді қуанасың ғой бірінші әлем чемпионаттарында орын алып жатыр дегенде. Соның өзінде бұрын енді 2000 жылдар орталары ғой. Сонда да ойлайтын едім, бір неге алмаспыз деп, бір неге болмады деп ойлайсыз. Сосын балдарға да жарыстан кейін әңгіме айтамыз, сөйлесеміз, не жетпеді дегенде балдарға. Мың жерден қосу керек, үш жерден бүйту керек деп. Сосын уже ары қарай енді болды ғой, сол ары қарай уже келесі әлем чемпионаттарында уже алтын келе бастады бізде. Әдетте ашылды. Соңғы жылдары уже мен Азия чемпионаттарында мен айтамын, біз екінші орын алып қойсақ, ол кезде мен айтамын,
уже көңілім түсіп кетеді, кішкене балдарға да ренжимін, өзіме де ренжимін, бірдеме жетпей қалды балдарға. Кеше Ташкентте андай жағдай ғой, бізге кішкене балдарға да өздері түсіну керек, бапкерлер де қарау керек, бас бапкерлер. Кеше бір-екі бала салмақ қуа алмай қалды, тяжело қуып, ол әсер етеді жарысқа шыққан кезде. Күшті баламыз болды, 65 килограммда тоже. Бірінші раундта бір воротаға отып, екінші раундта шаршап қалды. Мен айтам, неше салмақты бас бапкер айтады, келгенде бізде таңертең не сияқты, бокс күрес айтатын өлшенесің, 2 сағаттан кейін жарыс басталады. Таңертең көп қойған салмағын. Келгенде көп ұстап ешкім лишний вес пен келген ғой. Вот сондай моменттерде балдар сол обидно ұтылып қалғандар. Білем ше, мықты бұл баланы ұтады. Еще андай ұтылғанда андай шаршаған ұтылады олар. Это техническом арсенале бәрі жағынан біздің балдар мықты. Ну вот эти кішкентай проблемалар осындай. Нюанстар ғой. Вот соны сақ болу керек всегда балдар айтам. Өз-өздерін қараңдар деп. Кеше бір баламыз полуфиналда өзбек баламен шығып, например, Еламан деген. Чаш, хороший пацан насет. По 2 метр роста, 2 метрге жақын, бойы ұзын, рычаг. Отып жатырып, екеуі захватта, коленкасымен екеуі бір-біріне тиеді, өзбек бала жылап қалады, жатып қалады. Еще андай ғой, еще жаттар жоқ, нелері. Енді күресін бір жағынан бапкерлері жап, тұрма деп. Енді тұрмаса екі бұған дисквал. Оны енді бәрі көріп отыр ғой. А бұл деген екінші раунд еще басталған. Біріншінде уже бір жаққа ойнайды. Біздің баламыз мықты, айтып тұрмын ғой, чемпион Азия, Китайда кеше чемпион Азия болған бала бұл бала. Не 3 минут, 4 минут мана күтеді, уақыт өтеді, тұрғызады. Біздің балаға дисквал береді де, ананы келесі атқа шыға алмайсың дейді. Айналға шықпайсың дейді де, екеуі де ұшып кетеді. Сол жағынан, сосын бір жағынан бұл жарыста, бір жақсы, бұл енді жаңа айта кетіп ұмытып кеттім айтуға, Азия Mixed Martial Arts деген федерация ғой, құрылған, осыдан 4 жыл, 5 жыл бұрын құрылған, мынау 4-ші Азия чемпионаты. Бұлар тек Азия чемпионаты өткізеді, әлем чемпионаты әлі пока жоқ. Енді мына Азия ойыннан кейін ойлары бар, келесі жыл әлем чемпионатын өткізуге. Бір жақсысы, бұл мен уже 4 жыл осы жарыстарына қатысып жатыр ғой, турнирлеріне қатысып жатыр. Президент федерациясы Гордон Танк деген кісі, өзі китаец, сингапурский китаец. И миллиардер. Ол бір жағынан ол кісі еще вице-президент Азиатского олимпийского комитета. И осы кісі бір жақсы балдарға қаражат тігеді. Кеше, вот, например, Китайда да, оның алдында да жарыста да барып жүр. Бірінші орынға $2000 тігеді, екінші орынға $1500, үшінші орынға $2000. Жақсы. Тем более мындай неде аралас жекпе-жектер балдарға мотивация бір жағынан. Жақсы мотивация. Да, и кеше сол балдарға айтамын ғой, бір айырылып қалды ақшасынан. Кеше дисквалификацияда анжеден полуфиналда ұтылып қалған бала ғой, былай қарағанда. Былай қарасаң, үшінші орынға мана $1000 алып ілімге төгіп атын еді дисквалификация. Ана бірақ анау да кетіп қалды, дымды ала алмай қалды. Мен айтамын, видишь, сен жапқаннан не болған жоқ. Анжеде ұтылып қалып бере қойғанда, например, хотя $1000 табасың деп күлемін ғой, тренер бапкеріне күледі, тренер де біледі, жақсы бір-бірімізді білеміз, күлеміз. Енді балдардың ойнап кеткеніне. Сондай вот моменттер болды. Целом где-то 1-2-3 медальді біз кішкене етіп алдық. Енді мен андай судейский ситуацияны айтпаймын. Неге? Потому что біз Азия чемпионаттарына келген кезде біздің Қазақстанның балдары мықты, қазақтың балдары. Бізді болады ондай қысады. Мен балдарға айтамын, кішкене бір судьяларға бірдеме шанс берсеңдер, где-то чуть-чуть жақын ойнатуға айырылып қаласыңдар. Сондықтан енді спортта бәрібір ғой, сен айта алмайсың, бұл нокаутпен өт или там болевоймен өт деп. Вот сондай моменттер болады. Бірақ енді в целом балдар жаман емес, бірақ манағы айтқандай өзім әлі көңілім толған жоқ. Кішкене барды, мен өзім осындай жарыс өткен кезде осындай болады менде. Мен кеше айтып жатырмын, Азия ойындары болды, юношеский азиатский игры, кеше Бахрейнде осындай 25-те болды. 5 баламыз финалда тұрып, тек 2 алтын алғанға тоже көңілім. Кеше алып тұрған жерінен балдар кетіп қалып тұрды, алтын. Манағыдай екі солай бізде 4 алтын болатын еді анжеде Бахрейнде жастардың арасында. Ну шүкір енді оған да риза болу керек. Балдар енді әкеліп жатыр, ол жерде күміс медальдарымыз болды. То есть азиатский кеше ойында юношескийде Қазақстан енді бокстан кейін біз по-моему екінші медальный немен зачетпен алған. Орын әкелген Қазақстанға. Тамаша. Сонда бұйыртса деп ойлап отырмын, енді алдағы уақытта ертең мына Азия ойындарына барған балдарымызды үлкен нәтиже көрсетіп, біздің туымызды биіктен көрсетеді ғой деп. Амин тілек депсіз. Сағындық аға айтып берсеңіз, енді ММА елімізде жақсы дамып жатыр. Үкімет қаржы олимпиадалық спортқа бөлінеді қазір, тем более ММА это в основном частный сектор, частные инвестиции. Вот
Қай региондар, қай облыстар қазір жоғары дамып жатыр ММА-ны? И не үшін? Ну, я енді бұл айтқанда қазір, например, ауызкой ММА-ды айтсақ, бұйыртса қазір біз осы 15 июньге дейін күтеміз, алай бұйыртса ары қарай кеше немен спорт комитетпен де кездестік, төрағамен де кездестік, Руслан Есенәлімен, ол кісі айтқан, кішкене көтеріп тұрыңыз, аккредитация бір 15-тен кейін сіз аласыңдар деп. Аккредитация уже балдарға жеңіл болады, манағыдай уже сборымыз, жарыстарға барған, жарысқа баруын киімі бар бәрі, уже үкіметтен қаражат бөлінеді. Біз приоритетте боламыз, приоритетный вид дейді ғой, қазір қосылған. Уже кішкене балдарға жеңіл болады, мына АМА версиясынан. Енді жаңа айтып жатқанда регионда айтсақ, регионда бізде целом әрбір регионда ММА жақсы дамып жатыр. Бір жағынан енді айта кету керек, айтамыз ғой, лидерлері бар. Мына Ақтөбе сияқты. Сол Ақтөбе, Айбек Шөкітов бауырымыз, ағам, досым бар. Ол кісі енді көп жылдан жұмыс істеп жатыр. Алматы мықты, айта кетейік. Алматы енді үлкен бір жағынан қала, мегаполис, бапкерлер көп мұнда, айта берсем, мұнда көп школдар көп, балдар. Астанада бар. Астанада енді көп емес, но бір-екі школ мықты бар. Диас бар, ана Төбет топ тиім, Тақтай бар тиім. Енді кішкене дамып жатқан ішінде. Бұлай енді регион Шымкент жаман емес. Павлодарда балдар бар өсіп жатқан. Оның ішінде кешегі Диас Ерангеев кеше отты ғой, өзі көрдің ғой, өзін жекпе-жегін. О балада жақсы балдар бар, мықты. Енді бәр жерде бұлай бар. Енді манағы айтатындар, біз енді лидерлер бар да регионда. Манағы айта кету керек, олар енді мана орталық үлкен қалалар. Оғанда өте өздерінде түсінесіңдер ғой, халық көп жерде, ол жерде балдар да көп болады кішкене. Бұлай штучны әрбір регионда бар. Батыс Қазақстанның өзінде Оралда бар. Енді айтайын жол бар. Атырау бар, Ақтау бар. Батыс Қазақстан целом мықты развивается. Баяғыдан. Енді өзім мен 2000 жылдар кезінде осы аралас жекпе-жекті панкратион грэпплингті ашқан кезде, даже осы Европадан алып келіп, мұнда осыны таратып Қазақстан бойынша жарыстар, бірінші жарыстарды өткізіп, содан кейін қазір білесіз ғой, грэпплинг өте мықты болып кетті. Джиу-джитсу өте мықты біздің командалар Қазақстан әлемде өсіп жатыр жыл. Енді Аига грэпплингті айтпай қойын, бауырында Төлеген Кумар өзім інім кезінде сол Аиганы бірге ашып берген сол Аиганы. Қазір қандай дәрежеде? Қазір ЮВ мен Аига қосылып. Вице-президент болды. Қазір Төлеген уже не ЮВ-де, мына ЮВ енді қазір бір грэпплинг болады, уже андай болмайды. Аига ЮВ деген бір грэпплинг болады, бөлмейді, и бір грэпплинг болады, соны басқарады. Соны қазір Төлегенді қойып жатыр. Кеше Лаловичпен кездесіп, Лаловичтен батасын алып, оның фотоны нері шыққан болар уже. Өте керемет жарыстар өткізіп жатыр. Оның өзінің проектісі бар еще, ана Лига чемпионов деген $1 миллион қойып көресіңдер ғой. Азербайжанда әлем бойынша. Кеше жақында Азербайжан турнирі өтті, әлем бойынша. Вот алдыңғы жыл $1 миллион тықты ғой, келесі жыл сол тағы да өткізеді гран-приді $1 миллион бұйырса. Сонымен жұмысы үлкен. Қазір біздің Қазақстанда өте дамып, бұл грэпплинг болсын, күрес, мана ММА бәрі бір ғой. Бізге күрес те керек, грэпплинг те керек, қол да керек. Балдар жақсы дамып келеді. Но единственный несі, но айта кету керек. Мен кеше саңғы кезде былай естіп жатырмын, кеше Лукста жалғыз етіп жатыр, менде ақша бөлінбейді. Мен айтамын да, қараймын, оказывается мен қарамаппын. Несін қарасам, Инстаграм 3 миллион несі бар екен, подписчик. Былай қарағанда, мен айтамын, сенің қолыңда ғой енді спонсорды іздеп, тауып, жұмыстануға. Да, бұл кәсіпқой спорт үкімет никогда ондай поддержка істеген жоқ. Потому что бізде енді қазір даже футбол, хоккейдің өзін жайлап инвесторлар етеріп жатыр ғой, чтобы бизнесмендер қолдарына алсын. Енді любой спорт бокста, оларда қазір федерация, профессиональный бокс федерациясы бар. Оларда айналысып жатыр. Жеке кәсіпқойлар өздері школдар несін ашып, промоушндар кезінде, помните, Сулейман промоушн сияқты ашылып жұмыс істеп жатыр. Басқаша болмайды, бұл кәсіп спорт үкімет бұрыннан да білеміз ғой, үкімет ондайға көңіл бөлмейді. И, по-моему, ондай даже неде жоқ сияқты, уставтан бөлінеді дегенде. Сондықтан мына жерде уже біздің балдар да ММА-дан баяғыдан солай. Енді любой қазір байыз салайық, қазір атақты Жалғас Жұмағұловты айтайық, қазір Қуат, Тамда, Хамитов, басқа жігіттер өздері манағы спонсорларды іздеп жұмыс істеп жатыр. Басқа вариант жоқ. Жарысты өткізіп жатқан Алаш Прайд, например, Данияр Қасқаловты алайық. Нұрбек Қарабала, Найза, Октагон. Батыр боп жауға найзаң тимесе, батырлықтан не пайда? Бай болып халқыңа пайдаң тимесе, байлығының не пайда? Айтеке би. Ол жігіттердің бәрі істеп жатқандары мына спонсорлармен. Басқа
вариант жоқ, сен жұмыс істесең үкімет саған көмектеспейді. Бұл жігіттерге вообще рахмет айту керек үлкен, то что вот біздің әуесқойдан өсіп кәсіпқойға келіп мына балдарға қосылып, мына Алаш Прайд, Найза деген сол жарыстарға шығып жайлап қана қараңыз да. Кезінде сол балдар қазір мына кімдер Бекзат болсын да, там Асу болсын, қазір Алиби бәрі осы промоушннан шықты ғой, жайлап қазақстанскийден өсіп қазір UFC-де. Поэтому балдарға бұл деген айтамыз ғой стипендия өсуден осыдан жайлап қана мен всегда айтамын балдарға, бірақ әуесқой. Соңғы жылдары клубтардан көбі ашылып, чисто кәсіпқоймен жұмыс істеп жатыр. Менің вот бұйыртса аккредитация алғаннан кейін кішкене жұмысымыз көбейеді. Біз мына кешеде айттым мен бір интервьюда, что біздің балдарымыз көбі подвалда жұмыс істейді. Подвал деген мен абсолютно айтып жатқаным ғой, чисто формально, что в подвал, но ешкімге айтмайды, ешкім білмейді. Ол балдарды білмейміз, білімі бар ма ол балдардың. Ол балдар дайындап жатыр, манағы зал алып, осындай кішкентай арена алады да, арендасына, и манағы ММА-дан. ММА енді один из молодых деймін, жас вид спорттың біреуі и популярный әлемде. Енді кеше опять сол кімге Лукасқа келсек те, кеше ренжіп жатыр, Шавкатты қарсы алады, президент мені қарсы алмайды дегенде сияқты. Вот это и есть значение Шавкатты президент өзіне қабылдағаны, ММА қандай статуста ММА тұр. Ну, енді Шавкатты айту керек, ол екінші рейтингте тұрған номер. Уже все, UFC-ге поисқа төлесетін бала. UFC-ге это енді оны да түсіну керек. Аға, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Лукасты тыңдасақ, там жарты сөзі өтірік, шын айтқанда. Мысалы, өкпелеп отыр, мені апармады Олимпиадаға Назым Қызайбай дейді. 2021 жылы Токиода Олимпиада болды, сол лицензияға Қытайға сол Ангелина барды, лицензия ала алмады. Басқа квалификационный жарыс болған жоқ сол кезде, как раз пандемия болғанда. Надежда Рябец бір қызымыз барды 75 келеде. Келесі от Парижға Лукас өзі бармады, іріктеуге шақырды. Қазір кім білмейді, кто не в теме, да, олар ойлайды, ойбай, бейшара қызымыз, Ангелина, Лукас, неге? Чемпионка мира дейді, бірақ кәсіпқой бокста 4 версия бар, WBC, WBO, WBA и IBF. Сол бір версиядан чемпион емес. Ангелинаның айтқаны жөнсіз. Бұрысы менде де тоже таңғаламын. Енді бәріміз де білеміз ғой, енді ешқана жазғымызға келмейді, сөйлесіп, енді білгеннен кейін, бізде қазір соцсет деген осы ғой. Біреулер жамандау или бір айтып жіберсе, бітті, халық кетеді. Көбіне білмейді ғой, эксперт емес. Қарапайым халық деген ол қазір біз осы жерден отырып алып, мен біз жақсы, енді мен оны халық дұрыс білмес мені. А вот Лукас сияқты, Ангелина, например, да, боксер, боксшы кезінде әуесқойда вот кәсіпқойда мына 3 миллион подписчигі бар. Если менде там бір 12 мың болса, ода 3 миллион. Енді оның айтқанына 3 миллионның ішінен 1 миллионы уже сенсе, бітті, уже жан жаққа тарайды. Сосын енді ол жағын енді ол кісінің историясын мен де былай білем. Сондықтан енді бір жағынан күлем де, бір жағынан өзіме де енді бір түрлі қыз өзіме де маған қарасам, енді молодец бір жағынан өзінің историясын, инстаграмысын жүргізеді, әдемі, өз-өзін көзеткісі келеді. Да, нюанстарын тоже білеміз по не жөнінде, по регалиям этим боксерским, по промоушенам. Поэтому не айту болады, оны енді специалисттер бар ғой бокстен. Ол бокске мен кіріспей қойын, өзім боксер болсам да бывший, начинал с бокса детства. Поэтому боксты жақсы білем. А так, айта кету керек, манағыдай, әуесқойды. Біздің проблемамыз қазір мына балдарды шығару керек. Бізде өте көп қазір жас балдар допингте көбі. Біздің ММА-де. Енді сұрайын деп сізден. Өткенде сізде бір кездесу болған сізде, біздің допинг басшыларымен, допинг бақылаумен, осы біздің балдар. Қазірді көріп жатсында бұрын ауыр атлетика басқаларда өте маңызды көкейке естімі әңгіме ғой бізге ол допинг. Допинг жағынан қалай болып тұр? Ертең тексеру болады ғой Азияда. Допингті бұл балдарды кеше Азиядан кейін чемпионат финалда ұтқаннан кейін допинг олар тапсырады ғой. Иә. Ол жағына таза. Ол жағына енді ол жағын қаратып жатыр, дополнительно біз жақында. Бақыладыңыз ғой себебін. Біз осы буквально жақында, осыдан бір ай бұрын біз бор өткіздік Алматыда. Сол кезде біз прямо мен кеше ана Мария Кабаковна мен жақсы білемін ғой. Сол кісіге барып попросил их, и біз где-то 15 адамды мындан қаратып шықтық. Они тест тапсырды. И шүкір, манағы оның ішінде балдар таза балдар көп болып шықты. Сондықтан не бар. Но бірақ балдарға тіке айтамыз. Если сен өзің білесің, не салғаныңды. А сонан бәрінің ошибкалары мелдіранады. Мен всегда біраз балдарға айтамын, ол уже запотопный, там уже ол
сіздерге ата бабам заманында дейсіз ғой. жоқ, ол баяғыдан уже ашылған нәрсе ғой, ол запрещенный препарат. Мен айтамын, жігіттер, көп нәрселері бар, істеуге болады, вот қалай грамотно істеуге болады оны бар. И без мелдроната. Ол мелдронат қанды айналдыру үшін сен бір бой үшін бойдың алдында салады или шет, например. А ол деген етім бір жыл жарым ол қанында тұрады денеңде. Кетіре алмайсың, саған қандай, да. Мен айтамын, там момент, нюанстар бар, қалай істеуге болады, чтобы сенің қаныңды айналдыруға жақсы. Биохимия ғой. Просто манағы айтқанда неграмотность дейміз ғой, білім жоқ балдарды. Бапкердің өздерінде, а балдар, кейбірінде балдар, манағы өздерінің білімі бар жігіттер деп, манағы особенно фитнес-центрлерде болады ғой жігіттер. Соларға барады да, или достары біреу айтады, мынаны тық, мынаны ет, сосын ұшасын дегенде сияқты. Ол тығады да, сенің если андай дайындығың болмағаннан кейін судьяда ұтылып жатады. Мен айтамын, осы сенің салғаның, қандай сен пайда көрдің? Салдың, тығықтың, бір 2-3 жылға бітті, сен уже ертең алатын жер пробың жоқ деп, например. И сен қазір еще бадында шықтың, ұтылып қалдың, например. Вот моменттер көп. Біріншіде сол білім. Знание дейді ғой, білім бересің. Сондықтан алдағы уақытта біз обязательно семинар өткіземіз. Да, аккредитация алғаннан кейін региондарға барамыз. Уже бірінші семинар уже жақында өткіздік. Осыдан 1-2 ай бұрын Алматыда Сақпротем залында как раз Дидар бар ғой, Сағидиев. Жақсы, молодец. Очень қазіргі заманға сәйкес келетін жігіттің біреу, продвинутый. И сол айтқан, саңдаға давайте бірігіп нетек, мен де осыған қатысайын деп едім деп. Мен айттым, все, алдағы уақытта ертең аккредитация алғаннан кейін семинарды өткіземіз. Бапкерлердің бәрін жинаймыз, қараймыз. Сосын обязательно мен алдағы уақытта ойлаймын, компьютерге учетқа саламыз, бәрі бапкерлердің бәрін. Кім қай жерде сабақ беріп жатыр. Потому что мен білемін, Алматының өзінде бір 200 бапкерлер болар деп ойлаймын, если одан көп болмаса. Электронный база болады. Да, электронный базада болу керек бапкерлер. И қарау керек. Білімдері бар ма? Білмейміз ғой олар немен заниматься еткенін. Бір жерден телевизордан қарап алды да, например, манағыдай, ютубтен. Давай балдарды үйретуге. Сол ғой. Манағыдай өз ақшаларын табады да, но ары қарай сен балаларға дұрыс білім бермесең, ол не керек? Не үйретіп жатыр ол балаға жерде? Оны да қарау керек. Сондықтан жұмыс көп бізде ММА-де. Оның бәрін жұмыстану керек. Алдағы уақытта. Сәкер, шаршамаңыз деп тілептеспіз. Ал бағана біз айта кеттік қой, мына атақты бүкіл әлемге танымал Абдумагомед Нурмагомедов ағайымыз жатқан жер жанатта болсын. Мына біздің көрерменге де айта кетейін. Сағындық ағамыздың біздің қонағымыздың жақын жора жолдасы болған кезінде. Мына бағанада әңгімеден естіп жатсыз ғой. Бірінші біздің спортшыларды осы бірінші Сәкен арқасында Абдуманап ағаймен дос болғаннан кейін бірнеше жиындарға апарды. Хабиб десе, мына Сағындық ағайды көрсе, құшақтап өледі ағам деп жақсы сыйлайды. Баяғыда Атырауға да қазақстандық әкелдіңіз, есімде бар, осыдан 5-6 жыл бұрын, ол кезде мен жүргізуші болғам. Сіздің арқаңызда таныстық, халық көрді, Хабибті көрді. Как раз именно Хабибтің жарқыраған кезі UFC-дегі. Енді сұрағым мына ММА жөнінде бағанадан бері айтып жатырмыз ғой. Біздің жігіттерде ударка да бар, яғни соққы бар. А бірақ күрес жағынан Дагестанға апарып жатсыз. Соңғы қандай үміт? Сол енді дүниежүзілікте олар бәрі мойындатты, дагестандықтар күрестері мықты екен. Рахмет, Ержан. Енді жаңа сен айтып кеттің, өзің кезінде таныстырдым Абдуманапты, білесің, жақсы Хабибті, жақсы білесің. Атырауда көбірек өзің қонақ болдың, ринг анонсор болдың өзің бірнеше. Айта кету керек, біздің мына балдар жаңа айтып отырмын, күрес. Жаңа да айтып кеттім, қазірдің осы алдыңғы жыл мен видеоконференция өткізіп балдарға строго айтып едім, жестко айттым да, бәрін бапкерлерге күреске жатқызыңдар балдарын, кішкентай балдардан бастап, қазірден бастап, ары қарай шо жеңіл болсын деп. Енді айтпаймын, что біздің балдар мынде көбінде күрес жоқ. Кейбір енді классический келген, күрестен келген балдар бар ғой. Например, бұрын күрес өлеңде болды, там классикада болды, хотя бы білет дзюдо, там самбо, мына күрес жағын кішкене білет. О жағын сосын қолын қоясың да жеңілдеу кішкене о жағынан. Былай енді қазір кішкентай бізде деген қазір соңғы жылдары біз ММА-да балдар уже чисто ММА-шниктер көбі. Залда уже үйреніп келеді. Мына күрес кішкентай кезінен сол нормально. Бізде спорт болғаннан кейін, спорт признанный же ММА, уже залдан кішкентай кезден уже бастайды. Енді сіздерге мына біздің общий ма, или мына балдарды айтып жатқан, мына который Азияға баратын балдар жөнінде ме? Общий, жалпы ғой. Ну, жалпы мен алдында айтқан, мен уже алдында да кездескенде жігіттерге айтқаным, мына үлкен жарыстарда былай ғой, если күреске келсек, мына аралас төбелестен, кәсіпқой спортта болсын, или әуесқойда, мен балдарға айтам, если сенің қол аяғың жақсы болса, не обязательно күресіп білу керек. Біріншіде сен физически мықты болуың керексің. Сен аяғыңды, арқаңды,
мықты қылуың керексің. Ол үшін көптеген қазір инструкторлар көп қой, фитнес тренерлер. Оның ішінде аралас жекпе-жекке дайындайтын ішіне бар. Қазір көптен кеше көрдім, Чемаев, там Түркиян, тағы да балдар жігіттер Америкада бір өте мықты бапкерлер дайындалып жатыр. Ол бапкерлер біздердің просто бапкерлерге кішкене үйрену керек тоже мына фитнес тренерлерге, именно ММА-ден дайындауға. Да, там все равно кішкене различие бар ғой, күрестің балдарын дайындауға, или боксерларды, или ММА-ді. ММА-ді мына жерде как раз оның бәрі бар. Мына жерде сен боксты да, күресуді білуің керексің. Аралас. Да, аралас болғаннан кейін. Сондықтан мен балдарға айтамын да, если арқаларың, аяқтарың мықты болса, күреске бермеуге болады. Күреске бермеуге болады. Да, енді Хабиб сияқты біреу если тап болса қиын болады. Но Хабиб это такое исключение таких, да, там, да. Это чтобы может 5 раундтың өзімен күресе беруге и шаршамайды. Ондай редко, ондай даже ислам олай күресе алмайды, как Хабиб сияқты, например. Сондықтан балдарға айтамын, кішкене қатайыңдар, денелерін мықты қылу керек. Көрдіңіз, біздің балдар қазір жас балдарды қараймын, физика тұрғыдан қарасаң, денелері ештеңе жоқ. Это неліктен жас кезінен біз балдарға физика қоймайды. Мен айтамын, уже 15-16 жаста штанга беру керек. Оның ішінде алдында турник, брусья бар, канаты деген бар. Біз деген жас кезімізде өзіміз турник, канаттан шықпайтын едік, брусьядан шықпайтын едік. Мен айтамын, вот содан берсеңдер басынан, баланы отырады. А содан жайлап қана өскен сайын ол бала жайлап қана мына штанга, тяга бар да, жим бар. Көп қой енді. Оны қазір проблем жоқ. Ютубте бар, фитнес мана тренерлермен. Сол балдар хотя бы дайындасаң жеңіл болады деймін. Но если бала жас кезінен еркін күрестен келді, там басқа күрестен біреусі уже навыкі болса, неге күреспес? Ол бала и қолмен де и күрес алады. Кеше вот жекпе-жек финалды көрдіңдер ме? Алаш бір айтты. Шықты ғой, біздің баламыз нокаутқа жіберетін. Красавчик. 4-ші раундта. Да, 4-ші раундта. Шаша басында қарсыласы айта алмаймын, что шамал деп. Аяқпен де жорстко соқты, қолы да бар. Күреспен күреске бірінші көрдіңдер ме? Бірінші нете алмады, екіншіде тоже дымдас ете алмады, почти күреспен да. Үшіншіде құлады, 3-ші раундта оны наконец-то первый раз контроль қалды, кішкене соға бастады, оның өзінде қатты урон болған жоқ. Но ананы шаршатты. А уже көрдіңдер ме? 4-ші раундта кішкене қарсыласы әлсірегенде сол қолмен ұстап алды. Бір шақпен құлап тастады. Сондықтан айтқан соға аралас жекпе-жек. Күресте жақсы болады. Асылжан ғой, да, айтқан онда. И екі жақтан да жақсы болу керек. Сондықтан күрес керек. В любом случае күрес керек. Ол мына сен қарсыласпен күресемін деп бес, а сен күресті білу үшін керек. Сен қарсыласқа күрес қойып керек жоқ. Мен да айтам, балдар, сен сеткіде отып жатсың қолмен, сен неге кіресің пароходқа? Мен түсінбеймін. Сеткінің қасына жақындатады да, соғып атады. Ана уже сеткіде қолын көтеріп, уже шаршап тұрады. Бұл соғып атты, бір кезде келеді, астына кіреді. Мен айтам, саған неге керек? Да, жалғастырып жерде бітіріп соғып ат бойыңды деймін ғой. Енді балдарға айтам. Поэтому здесь нюанстар көп, и психологический момент бар. Психология балдарда өте мықты. Жарысқа шыққан кезде сен мына жерде мен балдарға айтам, бірінші жарыстың алды весогонка, салмақ қуу. Салмақ қууың жақсы шықса, әдемі, четко болса, восстановлениең келесі күні. Сен салмағыңды жинап, жекпе-жекке шыққанда келсең, қалпына келіп жақсы болсаң, ары қарай только сенің өзіңнен. Сен қалай дайындалдың манағы, айтамыз ғой, мана функционалдық жағынан бірінші. Көрдіңіз, біздің балдар UFC-де функционалдық отырып қалады, екінші раундтан кейін. Ары қарай уже қиын болып кетеді біздің балдардың көмімізге. Вот мен кеше соны айттым, сол жағынан қосу керек, тағы да жұмыстану керек. Значит, бірдеме жетпейді. Не жетпейді? Бапкерлер бар ғой. Жақындандар, мен айтам, если керек болса маған да келіңдер, давайте біз менде сөйлесейін де айтайын жерге, өз жағынан бір тәжірибем бар ғой, кішкене өткен. Деп мен де көмектесе аламын балдарға. Вот сол моменттер бар. А так күрес в любом случае аралас жекпе-жек болғаннан кейін ол керек бізге. Күрес те керек, грэпплинг те керек. Сен білуің керек. Да, арсеналды сен бәрін білуің керексің. Сен не обязательно күресіп. Да, сен күресіп не обязательно, но сен білсең, сен хотя бы қарсыласыңды күрестірмейсің де. Мана айтамын, защита деймін. Текдауннан защита қойып, контратак істеп дегенде манағыдай. Вот біріншіде сол. Ары қарай уже соперникке байланысты. Если сен сопернің қол аяғы тай боксер болса, мықты, онда онымен күресу керек. Вот сол кезде сенің мына универсалың керек болады. Сол кезде күресіп текдаунға жіберіп, добиваниемен әйтеуір бірдеме болевой мотасың. Если ол күресетін бала болса, онда күресетінмен, смотря қалай сенің күресің. Если сенің күресің өзің, енді сен заранее білесің, сен кәсіпқой спортта қарап аласың, как обычно, бойында соперникті. Если сен ол баланы көріп тұрсың, сенің күресі мықты, онда онымен күресіп керек жоқтыр. Оған сен күресін білгеннен кейін қарсылас қоясың да манағыдай. И ары қарай қол, аяқ, колено бар.
Тактика, стратегия. Да, тактика ғой. философия. Бойға сен уже заранее дайындаласың ғой. Сен сопернигіңді бір күнде бермейді ғой саған. Сен 1 ай, 2 ай уже білесің сопернигіңді, қарсыласыңды. Соған дайындаласың. Вот арал жекпе-жекте сондай. Иә. Сондай болмайды. Андай сен бір осы бағытпен тек қолмен істеймін, болды там ұтам дегендей сияқты. Айтамын, қарсыласыңды қарап, манағыдай тактический бапкерлермен тактика қоясың бойға. Бірінші раунд осылай или былай. Потом уже енді ары қарай енді уже когда сен уже шаршап, уже айтады ғой, балдар өліп жатқан кезде сен уже андай характерің керек. Без него нельзя. Сенің характерің уже де керек. Соңғы жиналып, бәрін Жеңіске ұмтылу. да, рухың болу керек, ана жерде уже мықты сенің. Басқа вариант жоқ. Сен нететін болсаң да, это любой спортта. Иә. Любой спортта. Рас. Сәке, осы жақында құдайға шүкір ұлттық олимпиада комитетінің атынан сіздер ММА спорт түрі ретінде ресми табу деген ресми официально признали дейді ғой. Енді алла бұйырса 16 июньде деп жатсыз ғой, маусымда алда келе жатқан аккредитация алу керексіздер. Бұл әрине іс оңай емес. Бір өзіңіз оны істей алмайсыз. Қасыңызда кім көмектесіп жатыр? Әріптестеріңіз бар ма? Достарыңыз кім? Қайда кетсеңіз. Дұрыс, Ереке. Это бір адамның жұмысы емес. Бұл жерде команда, көп жылдан келген армандағанымыз. Біз деген көп жылдан осы ММА-ды қолға ала алмай, сондай бір жағдайлар болды да. ММА-дан аккредитациясын бұйыртса, осы алдағы уақытта, алла бұйыртса, мамырда осы 16-17 алу керекпіз деп. Енді артымда команда, көп жылдан келе жатқан достарым бар, інілерім бар, ағаларым бар. Оның ішінде біздің айта кету керек, көптен енді 15 жылдай бір-бірімізді жақсы білеміз. 10 жылдан көп, это мына Гаджи Шапиевич Гаджиевті. Ол қазіргі таңда Ол ұлттық олимпиада спортының вице-президенті, и тяжелой атлетикада президенті бір жағынан. Ушу. Сосын да, ушу, пинчак, селак, ол федерацияларға көмектеседі. Біздің федерация 3 федерация бар. То есть мына гамма, амма, мына қазіргі тек қаражат аммадан тек жаңа бөлінеді ғой. Нұсқауларға версия бар. И UAV бар бізде. Соның бәрін көтеріп отыр ол кісі. Алла риза болсын ол кісіге. Көп жылдан бері мен өзім бұрыннан танимын, когда кезінде мына 16-17 жылда Дамир Исмагулов как раз сол чуть позже UFC-ге кірген кезде бізге қаражат керек болды сол кезде. Сіз UFC-де секундант болғансыз, Дамирді Америкада. Да, и бірнеше рет сол кезде Дамир екеуін таныстырып, Гаджимен сол кезде Гаджи айтқан, все, Сәке, мен қолдайын, тем более Оренбургтың қазақ баласы жаңа жүргенмін деп. Барынша қолдады ол кезде. Сол кезден көмектесіп жатыр ғой былай. Енді айтып өтеге, сол жылдан ол кісіні уже айтып тұрмын, 10 жылдан артық білемін енді. Солай таныстық. Сосын ол кісі, по идее, Абдулманапты Хабибті танымайды, мен өзім таныстырдым сол кісі. Зато қазір Хабибпен дос болды. Хабибпен дос болды. Енді бұл не от того, что ода дагестанец, алар дагестанец. Видите, потому что Гаджи просто Қазақстанның дагестанеці ғой. Туғанмен, бірақ Дагестанның туғанмен кішкентай кезінде, сондай семейный бір положение болып, Жаркентке көшіп кетіп, кішкентай кезінде сояқтан школ бітіріп, сояқтан сосын ары қарай оқып, Китайға барып жұмыс істеп, қазір енді өзі бір жағынан бизнесмен ғой. Ол кеше келген жоқ қой бизнеске. Менің кезімде, мен білемін, Атырауда олар теңгезде, это 15-ші жыл, 16-ші жылдарда олар теңгезде уже объем жұмыс істеп жатады. Ана бір достарымен, өзім бір досы бар, Саша деген. Олар сояқта теңгезде объем алып өте мықты. Сол кезде маған көмектескен нюанстары болды. Біз помнишь, М1 Global өткізгенде, қаражат ол кезде ойлайтын еді, қазір балдар енді нетеді ғой, 90-100 миллионға дейін ақша қаражат. Түк светтің өзі 25 миллион, и гонорары бар, жолы бар, гостиницы бар. Сосын келесі жыл кімдер Хабиб GFC өткізді ғой совместно федерациямен. Ода тоже қаражат үлкен. Вот сол кісілер көмектесті. Достарым бар, енді Ерлан Табылдиев, Асқар Тобаев досым болды, марқұм қайтыс болды. Вот сол кісілер тағы да достар көп болды, которые көмектескен. Оның ішінде енді федерация келген кезде қазір біздің бас бапкер Чержан Кабдиев, білетін боларсың. Біздің қазір екі-үш төрешілеріміз бар. Оның ішінде Талғат Ибрагимов біздің қазір молодец, өте мен соңғы жылдары осыдан бір 4 жыл, 5 жыл бұрын тартқан федерацияға как бас төреші ретінде. Осы общий неде жүрді, котелда, сосын жайлап қарадым да, керек болды, бір бала керек болды. Жігіт, который тартады. Сосын мен оған айттым, Талғат Ибрагимов фамилиясы жұмыстан үшін әлемде, чтобы біздің білесің ғой, чтобы бізді тоже сыйлау керек анақта. Ол үшін сен тіл білуің керексің біріншіде. Сол бала қазір тіл шүкір ағылшынша мықты сөйлейді. Кеше вот UFC-де чемпионат Европаға шақырды. Біз отношение имеем же. Чемпионат Европаға біздің екі судьяны
Қазақстанның судьясын шақырып жақсы, кеше тамаша. медаль беріп, екеуі фотода бар, группада бүгін Бізге лақтырып абырой, жатыр. абырой. Да, соны құттықтап жатыр кешеден бері. АМА-да комиссияда, судейский комиссияда. Мына азиатский етін ойында судить етеді. Жақсы. Это өте Осы Талғатты айтып жатсыз ғой, Талғат Ибрагимов, да, нені Капчагайдан жігіті өзі Алматы облысы ғой. Сояқтан. Сосын мына Оралдан бір жігіт бар, Уәли деген ініміз бар, тоже жақсы нетіп жатыр қазір мына төрешіліктен. Сосын Семейден Құрмет Кәкенов деген жігітіміз. Вот как раз сол кеше екеуі кетті UFC-ге. Сондық біз төрешілік жағынан балдар өсіп жатыр жақсы. Өте оларға ризамын. Мына осы командамыз. Дағы да басқа да жігіттер, мына Айбек көп жыл енді Айбектен айтпай қойын, енді шоқытыр енді досым, өзім баяғыдан келатырып бірге. Басқа да жігіттер бар командада жұмыс істеп жатқан. Региондар жақсы жұмыс істеп жатыр барынша. Енді алда айтып жатырмын, қазір енді признание алғаннан кейін, то есть аккредитация алсақ, уже тағы да жеңіл болады. Үкімет уже көмек болады да, региондарда жақсы болады. Сондықтан осы жігіттерге рахмет айту керек. Целом енді алла бұйыртса министерство, комитет по спорту енді кеше мана айтқанда айтты, все сәке қолдаймыз жан жағынан деді. Енді қазір кішкене күте тұрыңдар деді, мына өзінің процедурасы бар да, официально 15-нен кейін. Рәсімі ғой енді ресми түрде. Содан кейін сізге уже қолдау бәр жағынан. Сондықтан тек алға, тек қараймыз, бұйыртса. Сәке, тағы да мынадай сұрақ, жоспарда негізінде армандама жоспарда бар да, алдағы кезде, келешекте Қазақстанда осы ММА-ден әлем чемпионаты ма, Азия чемпионаты, мысалы Ташкентте кеше бауырлас өзбектер өткізді ғой. Бізде де сондай шанс бар шығар? Шанс болады, конечно. Осы жыл әлем чемпионаты UFC-ден Қазақстанда Астанада өтеді, күрестен. Ол әлем чемпионаты, күрестен. Вот сол кезде UFC-дің ММА-мен панкратион өтеді, и грэпплингте өтеді. Себебі 2019-да әлем чемпионаты болды ғой, Астанада, мен оны жүргіздім. Еркін күрес, әйелдер күрес, классика бәрі грэпплинг біткен соң, осы грэпплингтен UFC деген білмесеңіздер, бұл әлемдік, бүкіл әлемдік күрес ассоциация әлемі дейді. Сол кезде дәл сондай болайын деп тұр ғой. Да, тап солай, күрестен кейін, сосын мына грэпплинг, ММА, панкратион, бұрыннан да тек грэпплинг болса, қазір уже ММА, панкратион болса. Осы 25 жыл, по-моему, Албанияда, осы декабрь, ноябрь, сол кезде, Албанияда конгрессте UFC өзіне аматеу ММА деген, любительский ММА дейді, орысша айтқанда, әуесқой ММА өзіне соны алды, өзі несіне қатарына, соны енді жүргізіп жатыр. Бірақ негізде өзіңізде арман бар шығар, может, мүмкін 26, 27, 28, отдельно өткізілген. Ойымыз бар, енді өзіміз құрметті президентіміз бар, мана Гаджи Шапиевич, онымен де сөйлескенбіз. Алдағы уақытта мына АМА бар ғой, Азия Mixed Martial Arts, осы жылда уже жылдың аяғына, возможно, или келесі жыл уже организация аты өзгереді. Международный болады, ол уже әлем чемпионаты. Вот сол кезде может келесі жыл чемпионатын өзімізге аламыз. Қазір қараймыз енді жағдай енді әрине жағдай қарау керек. Так-то там не дешевое удовольствие. Не дешевое. Сәттілік тілейміз. Сағындық аға, енді Шафқат Рахмонов туралы айтып кетсеңіз, енді бүкіл халық шулап жатыр, қанша жанкүйеріміз қолдау көрсетіп, Шафқат осындай мықтылығын көрсетіп, бәріміз таңертең тұрып, енді сол жарақат алып, қазір енді орала ма Шафқат бауырымыз UFC-ге? Жоқ, Шафқатпен осыдан мен 1-2 ай бұрын Астанада кездескенім. Астанаға келген, мен Алатауда болған кезде, конкурс Алатауда келді, екеуміз отырып шай ішіп, әңгіме айтып кішкене. Сол кезде былай сұрағанмын, Шафқат, төлесесің бе, шығасың ба деймін ғой. Сол маған былай қарады, шығамын ағай, деді әлі. Енді мынандай мына сіздер сияқты андай кішкене басып кішкене айтқанмын ғой. Жоқ, шығамын дейді. Мен айттым, молодец, жақсы дедім. Давай дедім, мұнда асықпа, жарақатын емдеп ал, өзінің нюанстарын айтты. Кеше қыста неге барып келді ғой, Германияға барып, несі мана жарақатын операциясы істеп, содан кейін мұнда келгенде, Қазақстанға келгенде, білмеймін, осы тағы да дұрыс істемеген ба, повязка істеген кезде ма, или шовты тескенде ма, бір кіргізіп алған инфекция. Соны қайттан кетті Германияға, қайттан істеді, содан кейін қазір залда жүр, көріп Инстаграмнан. Тренировкасын бастады, желяпқана. Но біздерге көрінбейді ғой, бірақ уже көрініп тұр аяғы. Бір аяғы, істеген операция істеген аяғы, жіңішке, это надо восстановить, оның бәрін орнына келдіру керек, тканьдарын. Если мен айтқам, давай осы жыл, алла берсе, бір манағы
формаға кір, тренировка восстановление, Реабилитация, реабилитация, в первую очередь реабилитация ғой. Самое главное, реабилитация если жақсы өтсе, значит ары қарай жақсы болады. Жүрегі бар баланың, жүрегі бар. Шафқаттың, да, күші бар. Шафқаттың бір несі, ол всегда сондай болды, төбелескенде артты жоқ. Оны соғып жіберсең, ол ответка обязательно жүгіреді. Мен айтатын едім, даже жігіттер арасында, жүгірмеші осы, нарваться можешь дегенде сияқты андай. Жақтатпайды, соқса ответка беру керек, сондай өзі. Енді бірақ жасы келді уже. Жас бала емес, уже 30-тан кетті. Мен оған айттым, мына 77 килограммға сен әлі жассың деп. Екеуміз шай ішіп отырғанда айттым, 77-ге сен жассың. Сенің уақытың әлі бар. Қазір, например, ислам, басқа балдар уже 34-35-ке кетті жастары. Олар год, бір жыл, 2 жыл кетеді олар. Бітіреді карьераны. Сен көріп саған қазір бір осы жыл мына реабилитацияны өтіп физический формада келді. Келесі жыл жайлап қана қарау керек. Тренировканы бастап, сбор істеп, Америкаға барып. Сосын ол жайлап қана саят менеджер бар ғой, сөйлеседі, ертең жайлап қана бір бой сұрап. Да, оған поезд сразу бермейді, но бір жоғарыдағыдан бір қарсыластан оны рейтингтен алып тастағанда оны UFC-ден алып тастаған жоқ қой. Просто оны рейтингтен алып тастады, жоғарыда тұрған. Шықпағаннан кейін, да, бой жоқ, не жоқ, сосын пока. Бірақ ол UFC-де бар, оны UFC-ден контракт бар әлі. Сондықтан Шавқат айтып жатырмын да, осы бәрі жақсы болып кетсін алдағы уақытта. Сенен үміт күтеміз, келесі жыл бұйыртса бір бой беріп ал дедім. Может көктемде ма, может жазға таман ба. Да, бір бой жоғарыдағылардан біреуін беріп алса, жақсы. Может, если опять-таки бойдан, если сен досрочно тұрсаң, саған даже прямой может не береді поисқа. Титульный бой беру мүмкін. Да, поисқа береді. Енді право схода бермес, но бір бойдан кейін беру мүмкін. Оған, если опять-таки мына жекпе-жегі қалай өтеді, о да маңызды да. Сондықтан енді айттым, Шавқатқа дайындал, енді сәттілік тіледік, сонымен сенеміз ғой, дұрыс па болады деп. Да. Себебі айтқаным, кейбір блогерлер аттарын айтпай қойын, ойбай Шавқаттың деңгейі бітті, Шавқат үйтті, бүйтті, атын айтпай қойшы, дұрыс. Бірақ халықтың көбісі Шавқат әрине сіз сияқты міне маман эксперттің пікірі сіздерге айналайындар. Қалған блогерлерді қайтесіздер дегендей. Біз де тілектеспіз әрине. Тілектеспіз әрине Шавқат жан. Шығады, сенеміз. Ол сенбесек болмайды да балаға. Балаға сену керекпіз. Ол дегенден шығады, ұтады, поисқа барады деп. Енді әңгіме соңғы кезде жүріп жатыр ғой, Қазақстанда UFC өткізуге. Ол UFC қазір так-таковый керек жоқ менің ойымша. Но бірақ Шавқат ертең шығып, жақсы болып, яғни манағы жекпе-жегін өткізіп, ұтып, поисқа берсе, сол кезде давай Астанаға алайық. И поисқа сосына төгілесін. Енді американцылар бермейтін боламын, оны аяқта Америкада, потому что ана сатылу керек қой, PPV керек қой. Шоу ғой. Ол ақша, үлкен ақша. Сондықтан, в любом случае, не болса да, мен енді білемін, Шавқатты енді көріп отырмын, шығады ол. Дайындалып жатыр, кішкене уақыт керек, шыдау керек, халықты да кішкене қолдау керек Шавқатты. Әрине. Енді ең жақын поисқа сол боламыз ғой, ең жақын. Сол жерде енді асуда ертең біздің екі балам Бекзат Асу Әзербайжанда 27-сі. Оларға да сәттілік тілейік. Ол екі бала да жақсы келе жатыр. Бекзатқа да Асуға да сәттілік тілейік. Так что үмітіміз бар. Сондықтан қымбатты достар, доғарды қою керек, біздің бауырымызды Шавқатты және басқа бауырларымызды қолдау керек. Бітті сонымен әңгіме. Дұрыс. Аға, сіз бағана айтып кеттіңіз, Астанада UFC өткізейік деп. Алматыда өткізсек тіпті жақсы болушы еді. Медеу қазір реконструкция жасап, Медеуде UFC, Алматы, Медеу. Медеу енді... Медеу шоу болар еді. Ода әдемі болады деді. Мен енді былай айтып жатқаным ғой, енді Астана дегенде, Астана деп ойлаймыз да. Саясат жағынан айтып жатсыз ғой. Мен просто саясат жағынан президент келеді, оған жақын болсын деп, олар если өткізсе солай өткізетін болар деп ойлаймын. Ана если Медеу жақта ол жас. Енді көреміз, әйтеуір Қазақстанда өтсін. Болсын деп ойлаймыз. Болсын Қазақстанда, Құдайға шүкір дейміз. Сағындық аға, енді Қазақстанда қазір бірнеше промоушен бар. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Өзіміздің промоушендар қазір деңгейі көтерілді ме? Қалай мысалы өзіміздің регионымызда деңгейі қалай? Алаш Прайд, Найза. Мен сіздерге айтайын, өздеріңіз білесіз, көріп жатсыңдар ғой. Бәрі промоушенларымыз қазір әлемде жоғарыда деңгейде. Найза болсын, Алаш Прайд, Октагон, ешкімді білмеймін, үшеуі де жақсы келе жатыр. Әлемде саналады. Ол промоушендармен білесіздер өздеріңіз өзі. Бәрі 30-қа кіретін сияқты үшеуі де. Россияда өте сыйлайды. Мен Россияда болған кезде бұрынғы жігіттермен кездесемін ғой, сонда айтады, Сағындағы, у вас классные промоушены, там можно было с ними провести. Ну, ондай да өзі көріп жатсыз, кеше брейкпен өткізді Алаш Прайд. Оның алдында Найза Fight Nightsпен өткізді.
басқа да қосылып бірге өткізіп жатыр. Ол неліктен? Біздің промоушндар өте үлкен деңгейде өткізеді өздерін. Манағы нетеміз ғой, енді сам несін, даже подкаста там өздерін көріп жатсыңдар ғой, қалай жанкүйерлермен далада мен көремін, өте керемет жұмыстар керемет жүріп жатыр, оны айту керек. Бәрі промоушн. Бұна біздің балдарымызға мына осы промоушндардың астарынан кіріп өтіп, сосын ары қарай үлкен деңгейде мына ПФЛ бар, UFC бар дегенде сияқты. Трамплин ретінде өте керемет. Да, соңғы кезде мен кешеде жаңада сіздерге айтып кеттім, кішкене балдарымыз чуть-чуть уровень балдарымыз түсіп кетті. Мына 20 жастағы балдар, 20-27, 28-ге дейін балдар кішкене, бізде онда көп балдар жоқ. Қазір мен деген тек даже аттары мен фамилиясымен айтып беруге болады, бір 3-4 баланы мен көргенім өзім жақсы бала, который мына готов, дайын. Біз кеш барамыз UFC-ге. Мен оны алдында да айтқаным, кеш барам, 30 жасында барған UFC болмайды. Біз 30 жасында барамыз да, біреу айтады, біз біреу айтқанда кеше маған жақын айтады, біз кеш өсеміз или там кеш келеді, да, пісеміз. Ол дұрыс емес. Бұл неліктен біз деген кеш бастаймыз содан. Маған кезінде марқұм Абдоман айтатын еді. Сағында маған міне керек жоқ шалдарың дейді. Сен алып келші, 16-18-дегі балдарды алып келші. Біз планымыз бұндай болды, марқұм кезінде Абдомановпен бір неміз болып еді, ойларымыз болды қызықты. Енді ерте кетіп қалды ол кісі. А так ол маған көмектесем деді. Біз ойладық қой, Жәләпқан дайындап, біз уже көптен 25-26 жасында ол UFC-де болу керек. Әрі кеткенде это потолок. Если ол бала талантливый, манағы айтқандай, ол жас уже может даже 20-22 жасында UFC-де болады. Оған дейін бірақ сен алдынан бастап, жас кезінен манағыда айтқандай баланы дайындай беру керек. Біз кеш әкелеміз балдарды. Біздің балдарды қара көбін, қазір Бекзаттан басқасы қалғандары бәрі 30-тан кетіп қалған балдар. Олар ана жерге келеді, а потом қызығы, мен енді олар балдар айтпайды ғой, бапкер, өзінің спортсмендер өздері. Мен сіздерге айтатын, о балдар уже 30-тан кеткеннен кейін начинает драться осторожно. Қылыспайды, насчет опыта хотят, где-то что-то аккуратно, да. А жас кезінде ол деген 20-дан жоғарыда көздері жанып тұрады. Алға, да, вот то, что бізге керек, төбелес. UFC керек сол да. И балдары ол жерде кіріп, мана UFC-ге ерте жас дегенде опять манағы 25 это спортқа самый пик дейміз ғой, любой спортқа. Сол кезде кірсе, уже балдар андай тәжірибе жасалады. Ол Америкада жүреді, дайындалады. Мен жерде вот как раз айтқандай спонсорлар табылады да, көмектеседі балдарға. Бізде сол ғой, UFC-ге кірсе болды, уже жеңіл. Обязательно жерде бір бизнесмендер табылады, который телефон алып береді, там қаражат. Сондықтан, да, это бренд номер 1 в мире, даже любой. Кезінде Макгрегор мен Хабиб төбелескенде бой, помните, остановили, бокстың бойын остановили, чтобы этот бой өтсін, содан кейін. А ол бой как раз оказался самый покупаемым, да, смотрели, покупаемым. До сих пор никто не перебил. Платные трансляции. Трансляция даже бокста не перебили. Хабиб пен Макгрегордың. Какой этот был, да, для ММА? Аға, қазір жанкүйерлер екі лагерге бөлінді. Біреулер айтады, ACA мықты дейді, UFC-ның деңгейі. Басқалар айтады, жоқ, біздің өзіміздің елімізде промоушеннен кем емес деп. Сіз қалай ойлайсыз? Даже сондай әңгіме бар ма? Мен что-то естіп тұрғанда, естігенде жоқ, мен айтайын бір нәрсе. Ана айтып жатқан блогер айтты ғой. Дилетантский әңгіме. Ну, вот смотрите, аса UFC сравнивать нельзя. UFC-де вот элементарный допинг алайықшы. Аса осы алдыңғы жыл мен оқыдым, естідім, олар осы бір жыл уақыт берді спортсмендерге. Бір жылдан кейін тексеру басталады, допинг контроль. Вот олар оған көшкен жоқ. Если вот ертең аса көшсінші допингке, сонда қарайық, сонда көреді, іріп тұрған жігіттердің қандай болатынын, 3-ші раундқа дейін демала алады ма екен, ана тықпай денеге. UFC-де біздің боецтерден любой сізге айтып береді, асу болсын, қазіргі балдар шығып жүрген. Ай сайын, айына или 2 рет келіп қарайды. Офицерлер тексереді. Да, офицерлер қарайды, сен допинг бар ма, жоқ па қарап отырсын деп. Асада біздің вообще постсоветский мына біз жерімізде ешкімде допинг қарамайды ғой, ешкім. Вот аса алдыңғы жыл соны айтқан екен. Но білмеймін, осы жыл қашан ол бір жыл болады екен. Ол істейді ме, істемейді ме, енді пока ол ашық әңгіме, оны алдағы уақытта көре тұрамыз. Но онда әңгіме болды. Если аса істесе, вот содан кейін көрейік. Да, бізге әлі біздің промоушнларға аса ақшасы көп. Ол жерде үкіметтің арқасында үлкен ақша бөлініп жатыр асада. Сондықтан біздің боецтерді сояққа барып төбелесіп жатыр. Айта кету керек, олар енді қазір даже бонустары, по-моему, $20,000 ма бонус беретіндер, $50,000 дейін беретін сияқты. Бізге тут боецтерге бере алмаймыз ондай ақшаны. Не только бойға, а тут бонус. Ну, кеше қазір айттыңыз ғой, кеше 5 миллион теңге Асылжанға. Ну,
ол мындай айтамыз ғой, бағанда бір білмеймін, соңғы мен ондай даже көрген жоқпын, біреу 5 миллион бонус беретін бойда ондай болған жоқ бізде. Кеше тұңғыш рет просто Гаджеке мен қасыма тұрды, алдында анау 2 миллион берді ғой бір балаға, жақсы айтып қойды, білмей осы ана бала екінші бала сұрап алды, ана жерде тұрды. Гаджет әби маған да 2 миллион ғой деп келіп қоймай ана жерге, өзі нағыл айтты, жақсы берем деп айтты. Солай болды ғой. Да, ана Шымкент Тараздың баласы. Раван. Сосын енді ана нокаутты, енді финалда ана нокаутты бардық та. Реванш. Реванш, нокаут істегеннен кейін маған жақындатты. Енді бұл балаға не үшін деп мен сосын айтады, мен берейік. Енді бұдан енді точно бермейсің ғой, екеу дедім. Енді бұл не удушающий, а именно хороший нокаут болады. Мертвый нокаут. Считается, да. Все, деді, хорошо, ондай бесеу. Так просто сөйлесіп алдық, сосын жерде тұрды, мана айтқан кезде, ал біз өше де ақсақалдармен ақылдасып, ана-мынау деді, бізден федерациядан 5 миллион теңге деп айтып жүрді. Ол рахмет, балаға жақсы ғой, жағдайын. И Олимпиада 1 миллион ол берді еще. Сондықтан 6 миллион ана жерде плюс енді гонорар бар, бір машина алуға болады. Жақсы. Сол балдардың несі ғой енді, кешегі дайындылығы, неше ол бала неше дайындалды, ол жақсы білемін да, сонда. Асылжан енді төбетте дайындалып, потом еркін күшке барып, Айбектің залына барып дайындалып келіп, осы әйтеуір реванш алды. Керемет. Кеше кеш болды, бойдың көбі кеше әдемі болды бойлар. Маған ұнады. Ағасы, енді боксқа өзіңіз жақынсыз. Қазақстан бокстың державасы қанша әлем чемпионаттарда, Азия ойындарында, Азия чемпионаттарында қанша жыл Олимпиадада қанша алтын алып боксшыларымыз қуантып жүрді. Енді қазір 2 Олимпиада алтынсыз. Қалай ойлайсыз, сол деңгейге жетеміз ба қазір, сол боксшыларымыз алтын ала ма Олимпиадада? Енді айта кету керек, оны өзімізде қарап отырып, Олимпиада енді өкінішке орай соңғы Олимпиадаларда алтынымыз жоқ, бірақ енді қазір мына федерация басшысына Шахмұрат Мұталиев өзде көріп отырмын, ол кісіні жақсы білем. Барынша енді бәрін істеп жатыр да, енді бапкерлермен сөйлесіп жатыр. Бұл федерациядан енді біріншіде үміт спортшылардан ғой, бапкерлер қалай жұмыс істеу керек. Вот содан байланысты. Федерация мен білем, федерацияның басшылары, мен кеше еркін күресті де естіп жатырмын, что мына Еркі Оқасов тоже кеше Мейірбек Юсупов шақырып алып, Мейірбек айтады, досым ғой Мейірбек Юсупов. Айтады, анда вижу, говорит, что человек болеет душой, хочет поднять борьбу вольную в Казахстане, борьбу в целом там, и предлагает, говорит, любые условия я все сделал, лишь бы поднять борьбу, да, там. Ну, енді оған да уақыт керек. Боксте у нас традиция лучше, там есть олимпийский чемпиондар бар, бірнеше. И Шахмұрат ол жағынан да жұмыстанып жатыр. Енді біріншіде бізде бапкерлерден и спортшылардан. Енді вообще мен бокске мен, конечно, алдыңға соңғы Олимпиада таң қалдым енді. Алтын, вообще бір алтын болмағанға. Но енді алдағы уақытта ойлаймын, осы келесі Олимпиадаға балдар дайындалады, бұйыртса алтын алу керек. Басқа әңгіме болмау керек. Балдар ондай ойлап аламыз ба, алмаймыз ба, не істейміз дегендей. Қырмысы керек, жұмыстану керек, бапкерлер жұмыстану керек, балдар біріншіде жұмыстану керек. Олар түсіну керек, не только там премии получать, машины, квартиры, но и жұмыстану керек. Что біріншіден енді ел үшін ғой өзің. Сондықтан енді оның ішінен бокс енді біз бәр жерде айтамыз, ел басшысы айтады, бокс бірінші спорт Қазақстанда. Бірінші нөмір. Ұлттық спорт. Ұлттық спорт деуге де болады дейсің боксты, қазақша күрес болғанмен. Но вот сондықтан он вообще мен әңгіме көтергім келмейді. Тек жұмыстану керек, жұмыс қой енді, жұмыстанып, дисциплина, и тек соның арқасында балдар енді Олимпиада ойлаймын, біздің туымыз биіктен көрінеді, гимн еді. Амин. Осымен Сәке біріншіден өте қызықты сұхбат болды. Келгеніңізге, осындай уақыт бөлгеніңізге мың алғыс сізге. Біз Ерзат екеуміз ризамыз, және де мына көрермендер де, сіздер де риза болсаңыздар, біздің төмендегі комментарийде өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Әрине, Сәке алда келе жатқан жарыстарда, біріншіден Азия ойындарында үлкен жетістіктерге жетіңіз деп тілектеспіз. Әмин. Туымызды биік көтеріп, әнұранымыз орындасын деп, жігіттеріміз, қыздарымыз, батыр қыздар, балдарымыз жарақатсыз үйге ораласын деп сізге тілектеспіз. Көп рахмет. Сонымен, достар, біздің Кең Дала ТВ арнамызға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар, аман сау болыңыздар.
Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Келесі кездескенше. Сағындық, рахмет. Сізге де рахмет, жігіттер. Тек осылай өсе беріңдер. Аумин, рахмет тілектеспіз.